Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Айлық 100% көтерілсін. Министр Өскенбаев теміржолшылардың талабы жайлы не дейді? Қазақстанның өңір-өңірінде наразылыққа шыққан, айлығын көтеруді талап етіп жатқан теміржолшылардың талабы орындалады ма? Бұл сұраққа ulusmedia.kz тілшісі үкіметтің баспасөз орталығында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаевқа қойды. Еске сала кетсек, 7 желтоқсанда Қарағанды облысы Балқаш қаласында жүк тасымалдаушы қызметкерлер президентке үндеу жолдап, жалақыны 100% көтерілуін, сыйақының уақытын көтеруін талап еткен еді. Артынша олардың үндеуін Астана және Алматы облысы жұмысшылары қолдап шықты. Кейін басқа да өңірлерде өндеу қосылды. Осы мәселе бойынша индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев сұрақ қойылған. Министр мәлімдемені хабар бар жоғы сұралды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоларыңызды достарға бөлісе отырыңыздар.